радикалға бірдеме айтқанға ол қайтпайды ол. Өйткені анау жақтан ашып кетіп қалған ол да. Сәл бүйтіп, екі ойлы болып жүргендерге айтсаң, көбіне түсініп қайтуы мүмкін ақылдылары. Көпшілік ана жақтан ашып пісе кеткендерге бесполезно. Келсе жөнделеді, оған айтамыз. Бірақ айту методикасын дұрыстау керек. Бізде қателіктер, агрессия бар. Оларға деген бір дұшпандық бар. Как жау ретінде барасың да оған. Адасқан, оңбаған, ол бір осындай жоқ. Ол біріншіден қазақ. Осы елдің азаматы. Екіншіден Аллаға сенген нәрсе бар. Сен сияқты құбылаға бағытталған бір мұсылман үмметіне шапсырмайсың оны сен. Солай ма? Радикалдармен күрескен кезде көбінеки бізде мейірім, уайым деген дүниелер кейде қалып қояды да. Бір жеңу керек, бұны ананы басып тастау керек, бұны қайтару емес, ананы мен үстем болуым керек деген түсініктер бар. Ол қате нәрсе, ол шешілмейтін мәселе. Мысалы айтайын, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мен Айша анамыз отырған кезде бір топ яһудилер келеді да, ассаламу алейк дейді. Я Мұхаммад, саған өлім болсын дейді. Өлім болсын, ассам. Сонда Айша анамыз сіздерге де өлім болсын, Алланың лағнеті болсын деп ашуланып кетеді Айша анамыз. Әйел адам ғой. Сонда пайғамбарымыз тоқтатады. Я Айша, мәһлән, яғни тыныш, сабыр дейді ғой. Алла тағала жұмсақ, мейірімді жұмсақтық жақсы көреді дейді. Яһудилерге сол кездегі мұсылмандардың жалпы иман келтіргендердің номер 1 дұшпаны болған негізінде. Бұл жерде еврей халықты айтып отқан жоқ, яһудилер. Енді қараңыз, өлім тілеп жатқан адамның өзіне пайғамбар жұмсақтық танытады. Сосын мынадай бір сөзі бар пайғамбардың, сол кезде айтқан: егер барлық іске жұмсақтық араласса, нәтиже көресің. Жұмсақтық алынса, құрдымға кетесің дейді. Сол үшін де Фирғауынға жіберіп тұр. Адамзат тарихындағы өте залым адам болған Фирғауындардың бірі. Енді Фирғауын статусы ғой, қанша Фирғауындар болды. Сол біріне жіберген кезде Муса алейхиссаламды. Бүгін жіберген кезде не деді? Фақула лаху қаулан лаййина. Екеуің оған барыңдар, бірақ жұмсақ сөз айтыңдаршы дейді. Бәлкім ойланар, қорқар дейді. Енді сен Фирғауынның алдында отқан жоқсың ғой. Сен яһудилермен отқан жоқсың. Сен мұсылманмен отсың, мысалы. Сол үшін жұмсақтық танытсаң, ол адам табиғатынан жақындайды. Сенің сөзіңді тыңдау ықтималы көбейеді негізі. Құранда да аят бар: идфа биллати хия ахсан фа иза аллази байнака ва байнаху адауа кааннаху валиюн хамим. Оған өте көркем түрде саған қатты келе берсін, сен жұмсақтықпен жауап берші дейді, Құран айтады. Сол кезде араларыңдағы дұшпандық көркем достыққа айналады дейді.